Өрт 5 мамыр күні Интернациональный 57 көшесінде орналасқан 5 қабатты тұрғын үйде орын алды. Балалардың шалалығы кесірінен бір бөлмелі пәтер таңғы 9-дар шамасында қызыл жалынға оранған. 4 минут ішінде жеткен өрт сөндіру қызметі абырой болғанда анасы мен 2 баласын ажалдан аман алып қалды. Қызметкерлер жеткіншектерді 4-ші қабаттан автосат арқылы түсіріп, анасын пәтерден шығарып алған. Сразу к месту вызова были направлены 3 единицы техники СПЧ-3 города Петропавловска. Оқиға орнына бірден 3-ші өрт сөндіру бөлімінің 3 техникасы мен 2 бөлім жөнелтілді. Өртке жеткен кезде 4-ші қабаттағы пәтерлердің бірі қызыл жалынға оранып, қара түтін шығып жатқанын байқадық. Кейін 2 бөлмеге бөлініп, құтқару мен эвакуациялау жұмыстарына кірісуге бұйрық берілді. Арнайы құтқару маскаларын қолдану арқылы 4-ші қабаттан 2 азаматша мен 5-ші қабаттан 1 тұрғын 2 баланы алып шықтық. Оқиға орнынан 25 адам эвакуацияланды. Оның 6-ы балалар. С места пожара эвакуировано спасено 7 человек, из них 3 детей, эвакуировано 25 человек, из них 6 детей. Демалыс күндері қала зираттарының бірі өртке оранды. Алдын ала болжам бойынша белгісіз біреулер зират ішінде қоқыс өртеген. Тағы бір өрт оқиғасы қала шетіндегі саяжайлар орналасқан ауданда тіркелді. Қауіпті кезеңде қоқысты жағу кезінде өрт сөндіру қызметі абай болуға шақырады. Себебі облыста қыстан қалған қоқысты үй жанында өрттеп, қараусыз қалдыратын жағдайлар жиілеп кеткен. За прошедшие сутки на территории Северо-Кавказской области произошло порядка 44 оперативных выездов, из них... Өткен тәулікте бізге 44 қоңырау келіп түсті. Оның 31 жағдайы құрғақ шөптің жануы бойынша. Қазіргі уақытта қауіпті кезең болғандықтан өрт жағдайлар күн санап артып келеді. Күн жылынысымен үй маңын жинап, қоқысты қауіпсіздік шараларын ұстанбай жағып жатады. Солтүстік Қазақстан облысының тұрғындарына қоқыстарды арнайы жерлерге апарып тастау керектігін ескерткім келеді. Один из них это дачное общество «Ромашка». На площади 9 гектар горел сухостой с угрозой распространения на дачные участки. Жыл басынан облыс аумағындағы ормандарда 5 өрт оқиғасы тіркелген. Қызыл жалыннан 30 гектарға жуық жер өрттеніп кеткен. 200-ге жуық жағдайда қураған шөп және қоқыстар өртке оранды. Марлен Файзоллаұлы, Данияр Сүлейменов, Первый Северный.